Алла кімді қаласа деген сөзі біреулер күшті былай түсініп алған. Енді Құдай қаламай жатыр ғой, енді осылай жүріп қойды. Құдай қаяқтан қалайды, сен жүре берсің сөйтіп. Сенен қадам болу керек қой әуелі. Құдайға сенен бір қадам болсын, Алла саған жүгіреді дейді ғой хадисте. Дұрыс па? Сен жүгірсеңші, көретін көзің, ұстайтын қолың, сөйлейтін тілің, аузың болып қалады дейді ғой, жүретін аяғың болады дейді Алла Тағала. Әулиелік мәртебеге дейін көтеріп тастайды дейді Алла Тағала. Өзіңнен қадам жоқ, тек лақтырып жіберуге ыңғайлысың, Құдайға қарай лақтырып жібере берсін. Көреміз ертең Құдайдың алдына барған кезде лақтырудың көкесі қалай бар. Лақтырамыз. Ау? Енді оны мен білсем, соны жазар едім ғой мына жерде. Нәсіп болмады да, енді қайтем, нәсіп болмады ғой. Болмаса пайғамбар саласы біліп тұр ғой. Неше рет айтты, ей Мұхаммед, сенің айтып жүргенің дұрыс деді. Жалғастыра бер, мен тірімін деді ғой, дұрыс па? Айтты ма? Айтты. Енді неге қабылдамайды өзі? Нәсіп болған жоқ қой, Құдай нәсіп айтып жатыр ғой, сен жақсы көргеніңді сала алмайсың тура жолыңа. Біз жақсы көрген адам иманға, исламға келмейді, бауырлар. Құдай қалаған адам ғана келеді. Мың жерден жақсы көр, мың жерден соның иманға келуін Алла қаламады, яғни одан Құдай қаламайды. Ол тәкаппарлық танытты, Құдай не істемейді, оған мұқтаж емес. Аллаху ғаниюн анил алемин. Алла ешкімге мұқтаж емес дейді, әлемге мұқтаж емес Алла. Көрдіңіз ба? Бірақ иманды көрдіңіз ба? Ибрахим пайғамбар көкесіне сұраған иманды, Лот әйеліне сұраған иманды, Нұх баласына сұраған иманды, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көкесіне Абу Талибке сұраған иманды Құдай бізге сұрамай беріп қойған.